Сәлем достар, сендермен бірге мен Леди Каусар, және бүгінгі видеода мен сендермен бірге мектепке арналған өзімнің рюкзагымды жинайтын боламын. Егер сендерге қызықты болса, ары қарай көріңіздер. Ал енді рюкзагымды жинап бастайын. Ол менде осындай қара түсті. Мен сіздерге оны өткен видеода көрсеткен болатынмын. Мен сіздермен қазір осы бөлігін жинайтын боламын. Осы кішкентай бөлігін мен пенал сияқты қолданатын боламын. Маған осы жер ыңғайлы болады деген ойдамын. Ішіне мен осындай ручка, бірнеше 3 ручка салатын боламын. Екеуін мен сіздерге өткен видеода көрсеткен болатынмын. Біреуі осы үйдегі ручка, осы үйдегі ручкадан бастап жазатын боламын. Келесі зат ол менде обычный простой карандаш. Ешқандай ерекше нәрсесі жоқ. Ал сосын осындай транспортир көк түсті. Көріп тұрғандарыңыздай менде барлығы көк түсті. Сосын осындай өшіргіш, ол да көк түсті. Сосын мен осындай конспекттерді оформлять ету үшін осындай Берлинганың қара түсті ручкасын алатын боламын өзімен бірге. Ол да маған керек болады. Ол өткен жылға, оның пастасы аз, жаңасын жақында алатын боламын. Қазір менің типа пеналымның іші осылай көрінеді. Қасына енді осындай замазка саламыз. Ол обычный замазка, барлығында бар деп ойлаймын. Ал сосын осындай екі қағаз саламын. Біреуінде менде химияның осындай элементтері, ал екіншісінде ол маған алгебраға керек болады. Ол жақта менде квадрат, кубтар, солардың барлығы бар. Ол екеуі де менің пеналымда болу керек. Ал сосын мен осындай калькулятор саламын. Өткен видеода көрген боласыздар, бұнда осындай обычный калькулятор. Осы пеналға өткен видеода көрсеткен екі стикерді салам. Біреуі осындай жүректер, ал екіншісі осындай обычный төртбұрыш. Осымен мен пеналым жинап болды. Енді келесі жерді жинайық. Ал енді ең астыңғы бөлікті жинайтын боламыз. Бұл жерге мен өзіме көп қолданатын керекті заттарымды салатын боламын. Ең бірінші осындай пульверизаторы бар, осындай антисептикті салатын боламын. Оны мен бөлек набор қылып Миннесодан алған болатынмын. Өздері бөлек сатылады. Ол өте күшті шашырайды, көріп тұрғандарыңыздай. Және осыны мен мектепке алып, мектепте қолданатын боламын. Екінші зат ол менде крем для рук. Оны менің ойымша сіздер білесіздер, себебі мен сіздерге оны менің кешім деген видеода көрсеткенмін. Ол осындай сырты розовый түсті, өзі сбитые сливки немесе мороженое сияқты болып шығады. Кремнің басында өзінің насадкасы бар, сол насадкасымен сөйтіп шығады. Бұны да мен рюкзагыма салып аламын, себебі қыста, күзде менің қолым кебеді, сондықтан соны увлажнять ету үшін маған керек. Келесі зат ол менде осындай бальзам. Үйде біреуі тұрады, мектепке біреуін алып кетемін. Ал келесі зат ол менде оңай карточка. Бұл маған автобуста көмектеседі. Келесі зат ол менің кошелегім. Ол маған мектепте әрдайым керек, себебі біздің мектепте столовыйда бізде наличный алады ақшаны. Сондықтан да ол маған керек. Үші осылай көрініп тұр, ал ең предпоследний десек болады. Ол менде осындай айна, шоколадка сияқты. Осыны да рюкзакқа салып аламын, ол да маған керек. Осы бөлімдегі соңғы зат ол менде үйдің кілті, осындай обычный, және осы жерді біз уже толтырып болдық. Енді келесі жерді толтыратын боламыз. Ал енді дәл ортасында тұрған отделениені толтырамыз. Бұл жерге мен өзімен бірге ланчбоксымды аламын. Представьте то, что оның ішінде өте күшті аппетитный сэндвич, и мен соны типа мектепке алып кеттім. Осы ланчбокстың қасына мен осындай обычный, осындай влажный салфетка саламын. Тағы оның қасына сухие үйдегі обычный салфетканы да салдым. Оны өстіп рулетик қылып алдым. Вот. Осы екеуі де маған өте қатты керек болады мектепте. Және тағы да ең керек заттардың бірі ол тарақ. Менде осындай обычный розовый түсті тарақ.
Осымен осы жерде біз толтырдық. Енді ең маңызды басты жерін толтыратын боламыз. Бірақ бірінші ол жерді толтырмай тұрып, осы қалтаға мен осындай өзімнің кішкентай зонтигімді салып аламын. Ол менде осындай менің екі алақаныммен бірдей, өте кішкентай, өте жеңіл, өте әдемі, өте зонтик. Мектепке алып кетемін, себебі күзді күндері любой момент жаңбыр жауып кетеді. Ал енді біз сіздермен бірге осы кітаптар салатын бөлікті толтыратын боламыз. Мен осындай рандомный өтірік кітаптарды ала салдым, себебі менде толық расписание жоқ, және осы кітаптарды қазір видео үшін салып қоямын. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry. Енді осы бөлікке мен осындай текстовый делителерімді салып аламын. Олармен мен өзімнің мектепте конспекттерімді оформлять ететін боламын. Осымен менің рюкзагымды толтырып болдық сіздермен бірге. Осындай менің рюкзагым толған кезде көрінеді. Негізінде қолда көтерген кезде ауыр болғанымен арқада ауыр емес. Жаннан қарағанда осылай көрінеді, және өзі осындай. Бүкіл бөліктерін қазір сіздерге бөлек-бөлек көрсетемін толтырған жерлерімізді. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сіздерге бұндай жаңа форматта видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Всем пока!